Армысыздар қазақ елі. 1,5 жыл бұрын алғанбыз Jetauer X90 Plus деген. Енді мен сіздерге қызық әңгіме айтайын. Жаман жағы емес, жақсы жағы. Бұның коробкасы робот автомат деп айтады. Мен бүгін Замен Маслаға бардым. Өзінің яғни автосалон, осы салоннан біз сатып алған жерге постоянно майын ауыстырып жүргенбіз. 100 мың, 120 мыңның арасында расход коробка Замен Масла деді. Мен сіздерге қызық айтайын. Бұл робот деген қорқатын ешқандай коробка емес екен. Роботта ешқандай поршын пакет жоқ, ешқандай вариатор сияқты ремень жоқ. Бұда таза шлица екен. Яғни шлица деген скорость ауысып отыратын былай зубной. Бар болғаны, құрметті қазақ елі, мен 16.500 теңгеге коробканың майын ауыстырдым. Бұда фильтр болмайды. Ешқандай фильтр болмайды екен. Майды ағыздық, май құйдық, жаптық. Сосын бүгін бір 2 сағаттай тест-драйв жасадым. Ешқандай өзгеріс болған жоқ, ешқандай қиындық та болған жоқ. Сол себептен ойбай робот деп қорқып, Қытайдың машинесі ондай мұндай деген ойдан аулақ болыңыздар. Мен 85 мың километр жүріп тастадым 1,5 жылдың ішінде. Енді жүріс-тұрысы көп адам болғаннан кейін. Енді қараңыздар, колодкасын ауыстырдым. Міне 50 мыңда колодкасын ауыстырғанмын. Мына жақтан түсірші. 50 мыңда колодкасын ауыстырғанмын. Қазір 85 мың, яғни қанша? 25 мың, 35 мың жүріп тастады ма? 35 мыңның ішінде әлі колодкасы тұр. Сол өз орнында тұр. Қорқатын ештемесі де жоқ екен да. Жаңа Қытайдың машинесі қалай деп менен көп адамдар сұрақ қояды маған. Мен айтам, ешқандай жамандығын көріп жатқам жоқ. 7 орындық, ойыс ұзын, жалпақтығы бәрі керемет. Сосын бір айта кететін жері, бұның несі 20-лық дискі болғанмен өзі заводской 45 пропиль береді. Мен 55-тік салып тастағам қыстыққа, жұмсақ жүрсін деп. Ешқандай кедергісі тимейді. Құрметті ағайындар, мен енді қазір мына машиненің свечасын да өзім ауыстырып, дросселін да өзін тазалағам, коробкасын майын да өзім ауыстырдым. 2 литр май кетеді екен роботқа. 2 литр. Жалпы құны ауыстырған жұмыс ақысыменен 16.500 теңге болды. Сол үшін енді бір мүмкіндік шығар. Қытайдың машинесі дизайны керемет, электроникасы үйтеді екен, бүйтеді екен деген ағайындарға тағы айтам. Ешқандай да мен қиындық көргем жоқ. 1 жыл 6 ай болды. Мен бір Қытайдың машинесін мақтап жатқаным жоқ. Бар болғаны Европаның да, Американың да, немістің де, Грузиядан келгенде машинені мініп жүрміз ғой, бірақ